Талғардағы 16 жастағы баланың ашынышты қазасы қазір қазақ қоғамындағы аса сұмдық 3-4 мәселенің бетін ашып тастады. Біріншісі, осы оқиғадан кейін қазаға ұшыраған азаматтың әкесі дереу үндеу тастап, ереуілге шықпаңдар, митингі жасамаңдар, өкімет өзі әділ шешеді деген сияқты мәнде сөз сөйлепті. Қарапайым ғана бір қазақ азаматы және қазаға ұшырап қайғырып отырған бұл азаматтың енді тұтас қазақ халқын ереуілге шықпа, қантөгіс болмасын деп айта қоятындай қандай қисыны бар. Демек, бұның ар жағында Қазақстан билігінің қолы тұр. Өзі ұлынан айырылып, қабырғасы қайысып отырған азаматты үркітіп, қорқытып бопсалап, ереуілге шықпа деп үгіт насихат жасата қойғанның ар жағында биліктің, халықтың ереуілінен, қандай да бір наразылығынан қорқып отырған сұлбасы көрінеді. Анығында ереуіл бола қойса не бопты? Еуропада, Америкада, кез келген демократиялық елде халық 100 мыңдап емес, миллиондап ереуілге шығады. Оған бола ол өкіметтердің қабырғасы күйреп, шаңырағы шайқалып қалмайды. Демократиялы елдерде ереуіл азаматтардың қалыпты құқы. Ал қандай елдерде билікте, жаңағы тұтас биліктің шабармандар да барлығы ереуілден қорқып шошып отырады, және осындай кез келген оқиғада халық көтеріліп кетеме деп үрейленіп дірілдеп отырады. Ол тек диктатуралық елдерде, әділет жоқ елдерде. Бұл бірінші байқағанымыз. Ұлынан айырылып, қабырғасы қайысып отырған отбасыға қайғыра көңіл айтамыз. Мәселе бұл оқиға тек Талғардағы бір топ қылмыстық топтың ғана ісі емес, анығында бұл тұтас қазақ қоғамындағы биліктің жасап отырған ісі. Екінші бірі, неге сол кезде дүкен маңындағы камера өшіріле қалды? Неге бақылау камерасындағы видеолар жоғалып кетті? Екі. Үшіншісі, қылмысқа қатысты адамдардың неге жартысына жуығы ұсталып, қалғандар бостандықта жүр? Осының барлығы бұл Қазақстанда ешқандай әділдіктің жоқ екендігін, Қазақстанда ешқашан әділдік болмағанын және болмайтынын, биліктің басынан бақайшығына дейін былыққа батқанын, ал қарапайым қазақтардың осы қорлықта, зорлықта, зұлымдықта, әділетсіздікте жасап жатқандығын көрсетеді. Қарапайым ғана қылмыстық оқиға демократиялы әділ елдерде, заң салтанат құрған елдерде ол заң бойынша шешіледі. Және бір, қазақ халқы неғып ол жерде бірден үкіметтің алдына барып жиналды? Демократиялық елдерде болса, үкімет шешпейді. Бұны сот шешеді, күштік құрылымдар шешеді, прокуратура, полиция, ұлттық қауіпсіздік, тағы басқа барлау мекемелері сияқтылар қатысады. Ал бізде бірден әкімшілікке барады. Яғни, сот тәуелсіз болмаған елдің бірден бір белгісі осы. Ең бастысы, бұл арада халықтың қазақ билігіне ешқандай сенімі жоқтығы, халықтың ештеңеге сенбей қалғандығы осыдан ақ көрініп отыр. Ал қазақ билігінің дірілдеп, қалшылдап, үркіп, қорқып отырғанында осы жолы анық көрінді. Ешқашан әділдік болмайды. Мына жүйе, Назарбаев, Тоқаев жүйесі тұрғанда ешқашан әділдік болмайды. Және бір сұмдық оқиға, қалың ақындар, блогерлер осы Талғардағы трагедияны айтып күңіреніп кетіпті. Қазақты кінәлап кетіпті. Қазақ азды, тозды депті. Бұл ақындарға, бұл блогерлерге менің айтарым, тұтас қазақ халқына апат әкелетін АЕС кезінде сендердің шабыттарың неғып келмей қалды? Тұтас қазақ халқының мүддесін қорғаған қазақтың алтын азаматтары оққа ұшқан кезде, қаңтарда қырылған кезде, қырылған соң көрінен қазып алынған кезде сіздердің шабыттарыңыз неғып шықпай қалды? Неғып өлең арнамай қалдыңыздар? 4 жасар Айкөркем оққа ұшқанда неге қазақ арнап жыр арнамай қалдыңыздар? Ол кезде мылқау боласыздар да, енді осындай әлеуметтік оқиға кезінде барлықтарыңыз ақын болып кетесіздер. Бұның барлығы нені білдіреді?
Яғни сіздер ашық оқиғаны айта алмайсыздар. Мәселенің түп қайнарын айта алмайсыздар. Айтқыларыңыз келеді, қорқасыздар. Ал анығында бүкіл осы қазақ халқы ұшырап отырған зұлымдықтың түп тамыры неде? Ол мына зұлым билікте жатыр. Осыны айту керек еді. Осыны халыққа жеткізу керек еді. Халықтың көзін ашу керек еді. Оны біліп отырсыздар, айта алмайсыздар. Міне бұл әлсіздік, нашарлық, ашық күреске шыға алмаушылық. Ең бастысы, нағыз алтын азаматтар сотталып кетті. Думан Мұхаммедкәрім, Марат Жыланбаев әлемге әйгілі марафоншы, қаңтардың шындығын әшкерелеген Думан Мұхаммедкәрім, партия құрам деген азаматтар сотталып кетті. Енді осы кезде біздің халқымыз үнсіз қалды. Айгерім Тілеужанға жала жабылып, әуежайды басып алды деп оны соттады. Енді ары қарай айта берсек оқиға көп. Дулат Ағаділді өлтіріп тастады түрмеде. Тоқаев билікке келе салып Дулатты өлтірді. Артынан оның қыршындай ұлын өлтірді. Аронды түрмеден шығара сала өлтірді. Осындай өлім жетеді. Мысалы, Украинадағы Айдос Садықовты өлтірді. Қазір сол Айдос Садықовтың өліміне тіке қатысты деген Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінде жұмыс істеген екі жігітті Украина анықтап, олардың Украинаға барғанын, келгенін бәрін дәлел видеолармен анықтап, Қазақстан билігінен сұратып отыр. Тоқаев бермей отыр. Олардың біреуі ізім-ғайым жоғалған, ал біреуі өзінің таныстарына, туыстарына бүкіл құпия видеоларды тапсырып беріп, деректер тапсырып беріп, егер өзін соттаса, сол құпия ақпарат жарияланады деп жанын сақтап отыр дейді. Тоқаев неге бермей отыр? Неге бірлесіп Айдос Садықовты атқан қылмыскерді анықтамайды екен, егер арты таза болса? Тоқаев үрейленіп қорқып отыр. Шошып отыр. Неге Астанада Ақорданы қосқабат қоршауға алып жатыр? Ақорданың бұрынғы қоршауының сыртынан тағы да бетондап, темірлеп, неге қоршау соқтырып жатыр? Бұның барлығы Тоқаев үрейленіп қорқып отырғандығының белгісі. Сондықтан қазақтар ашық күреске шығатын кез келді. Талғардағы трагедия өте ауыр трагедия. Қабырғамыз қайсады, бірақ бүкіл осы сияқты трагедияның барлығының артында билік тұр. Билік қазақ халқын осындай зұлымдықта, қорлықта, әділетсіздікте, теңсіздікте жасауға мәжбүрлеп отыр. Бізді өстіп, басымызды қатырып, дүниедегі ең жоғарғы өсімде жасауға мәжбүрлеп, жұмыссыздықта, теңсіздікте жасауға мәжбүрлеп, жастарымызды бұзақылыққа қарай итермелеп, өздері бүкіл қазақтың байлығын ұрлап отыр. Дубайдағы Қазақстан деген видеоны Азаттық радиосы жариялады. Бүкіл қазақ шенді шекпенділерінің Дубайдан алған үйлері жарияланып жатыр. Халықаралық зерттеу орталықтары жариялады. Бір ғана қазақ шендісінің 50-ден астам қымбат үйі бар екен. Ал сен үйсіз-күйсіз жүрсің. Алматының әкімі, Астананың әкімі, облыс әкімдері, Назарбаев кланы, Тоқаев кландарының барлығының Дубайдағы үйлері әшкереленіп жатыр. Ал сен үнсіз отырсың. Ал қарапайым халық міне жоқшылықта, қылмысқа белшесінен батып жатыр. Бізді осындай кіріптарлыққа, осындай қиыншылық өмірге салып қойған жалғыз ғана себеп билікпен алысайықшы. Сосын мынау биліктің лицензионный айтқыштары, лицензионный блогерлері мен указной шешендері халықтың назарын басқаға аударуды қойыңдар. Егер қазақ халқына шынайы жандарың ашыса, шындықты айтыңдар. Ал енді ұлттық қауіпсіздік комитетінің жалдамалы жазғыштары мен жалдамалы блогерлері, оларда басқа шара жоқ. Олар сол биліктің айтқанын ғана орындап отыр. Ал қарапайым қазақ халқына айтарым. Бұл зұлымдықтың басы да емес, аяғы да емес. Назарбаев Тоқаев жүйесі тұрғанда бұл зұлымдық мың түрлі құбылып, әр қайсыңыздың бастарыңызға келеді. Жалғыз ғана жол мына зұлымдарды түрмеге тығу, түрмедегі нақақ сотталған қазақтарды шығару. Мына Назарбаевтық, Тоқаевтық кландарды түбірімен құртып, соттап, шетелге ұрдалып тасылып әкеткен қазақтың бүкіл байлығын қайтарып, Қазақстанда нағыз әділетті демократиялы парламенттік басқару жүйесін орнату. Одан басқа жол жоқ. Мынау сәбет сасыған, орыстың КГБ-сының фильтрінен өткен, мынау
орыс тілді зұлым диктаторлық қанішерлік жүйені құртпай, қазақ халқының көзі ешқашан ашылмайды. Ояныңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.